Сәлеметсіздер ме балалар? Математика сабағы. Сабағымыздың тақырыбы комбинациялау. Яғни ол заттардың әртүрлі комбинацияларын таба алатын боласың. Заттардың орнын алмастыруға, оларды әртүрлі тәсілмен таңдап, топтастыруға, жинақтауға болады. Бұны біз комбинациялау деп атаймыз. Енді алдарыңда бірінші үш бірдей суретті көріп тұрсыңдар. Осы суретте қалай комбинациялауға болады? Міне, қалай әсірелеп бір доптың өзін жасаған кезде, яғни әртүрлі түспенен бір-бірін қосып, жаңағы тәсілмен топтастырып, жинақтаған. Қуыршақты да киімдерін әртүрлі қылып, жаңағы топтастырып жинақтаған. Осы міне әртүрлі бір түспен ғана емес, әртүрлі түсті сәйкестендіріп, кіргізу, енгізіп, топтастыру, әртүрлі тәсілдерді істеу, бұны комбинациялау деп айтамыз. Енді киімді айтқан кезде былай дейді балалар есеп жайлы. Ләззаттың көгілдір және қызғылт бас киімі. Сондай-ақ көгілдір және қызғылт мойын орағашы бар. Ләззат оларды қалай кие алады? Яғни екі бас киіммен жаңағы мойын орағашын көріп отырсыңдар. Біреуі көгілдір, біреуі қызғылт. Енді осы комбинациялап, осыны қалай киюге болады дейді сендерге. Қандай ұсыныстар жасайсыңдар сендер? Яғни міне бас киімменен қызғылтпенен көкті екеуін комбинациялап осылай біріктіріп, топтастырып киюге бола ма? Көк бас киімменен, көгілдір бас киімменен қызғылт мойын орағашты жасап, немесе көкпен көгін өзін киеді, немесе қызғылтымен қызғылтын өзін киеді. Міне, яғни бір бас киімді біз осы екі бас киімнің өзін төрт түрлі қылып кие алады екенбіз деп осылай ұсыныс жасалынды. Осының өзін комбинациялау деп айтамыз. Мүмкін кейбіреулер мысалы сурет салған кезде сендер қазір осының суретін салып көріңдерші, бас киім мен мойын орағаштың. Мүмкін сендер бас киімнің өзіне көгілдірге қызғылтым, басқа жолақ бересіңдер. Мүмкін жолақ емес гүл дейсіңдер. Осының барлығы балалар комбинациялау деп айтамыз. Яғни міне бас киім болды екен. Келесі, комбинация құрастыру. Сен сандар мен заттардан екі-екіден комбинация құрастырып үйренесің. Комбинация құрастыру сандарды немесе заттарды әртүрлі тәсілмен біріктіру деген сөз екен. Қызғалдақтар гүлзарда 6 гүл гүлдеді. Олардың 4-еуі қызғалдақ, 2-еуі сарғалдақ. Анам 2 гүлді үзіп алды. Ол гүлдердің түсі қандай болуы мүмкін? Қанша комбинация шықты дейді. Балалар, мен бұны есепті шығарған жоқпын, өйткені сендер бұның комбинациялары дегенде өздерің жақсы түсіне аласыңдар. Қараңдар, мына жерде бізге 3 түрлі әдісін қойыпты. 2 сары гүл жұлып алуы мүмкін анам, немесе бір сары менен бір қызылды жұлуы мүмкін, немесе 2 қызылды жұлуы мүмкін дейді. Мінекей балалар, комбинациялау дегенде мысалға 6 гүлден 2-еуін алса, қандай гүлдерді алуы мүмкін? Ал сен тағы да басқа қандай комбинациялаудың түрін білесің? Енді біз сандармен келейік. Тек қана заттармен ғана емес, сандарды да қарастырып көруге болады екен. Міне, бөліктер және бірліктер және ондықтар дейді екен. Міне қараңдар, мына тігінен жатқан бірліктер, төменге жатқан ондықтар. Енді бір ондық және бір бірлік. Екеуін бірге қосып алған кезде неше болды? 11 болды екен. Міне балалар, комбинациялау математикада. Бір ондық бірліктен 0. Екеуін біріктіргенде нешеу болды? Екеуін біріктірген кезде, яғни дөңгелек сан 10 болды. Енді бір ондық 2 бірлік дейік, мына бос жерге
сен қандай санды қояр едің? Енді осыны ойластыра қой. Енді 0 ондықтарымыздан жоқ, бірлік біреу, яғни ол бір ғана. Ондығымыздан жоқ, 0 мен 0, ол неше болды? Ол жоқ деген сөз. Ондығымыз жоқ, 0, яғни бірлігіміз 2. Қандай сан түседі мына жерге? Міне балалар, сандармен комбинациялап осылау. Енді мына жағында келесі кестеде қараңдар, ондықтарымыз және бірліктеріміз. Яғни дұрыс істелінді ме дейді мына жерде. 1 ондық 8 бірлік 18 депті. Дұрыс. Енді 1 ондық 9 бірлікті 9 деп қойыпты. Дұрыс па? Енді осыны қараңдар. Ондығымыз жоқ дейді, ал бірлігіміз 8. Бірақта шыққан комбинация саны, яғни шыққан санымыз 80 депті. Дұрыс істелінген бе? Бірлігіміз 9, ондығымыз 0, 90 депті. Дұрыс істелінген бе? Осының барлығын қарай көр. Комбинация дегенді, яғни бұл түсінікті. Енді мынаны қараңдар, шығарып көр. Әзиз ұшақтың, машиненің және кеменің суретін салды. Ол екі суретін досына сыйлады. Бұлар қандай сурет болуы мүмкін? Немесе балалар, кейде комбинацияған кезде машинаны жаңадан машина шығаратын болса, ол мықты шығу үшін кейде жүзетін машиналар да бар екен балалар. Суда жүзетін машиналар. Сендер сондай істей аласыңдар ма? Ойлап көріңдерші, ол жерде ғана емес, дөңгелегімен ғана емес, ал суға жүрген кезде жүзіп кетеді. Оны да мінекей комбинация деп айтамыз балалар. Ол жай ғана ойыншық емес, өмірде сондай машиналар бар. Ол яғни комбинация, заттармен комбинация құрастырған. Сендер яғни тапсырма, заттармен комбинация құрастырып көріңдер. Өздеріңнің ойыншықтарыңменен. Одан кейін, әрине, математика сабағы болғаннан кейін сандармен комбинация құрап, таблица құрап маған жіберіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.